Қыстың қамын жазда ойлаған шаруалар үшін дәл қазір ең жауапты кезең. Алқапта ақ терге малынып шөп орып жүргендер биылғы жұмыс жоспарға сай дейді. Аймақтағы азаматтардың дайындығын тілшіміз көріп қайтты. Бұл Кенен ауылының шалғайында жатқан егіс алқабы. Мұндағы қызу жұмысқа 15 адам жұмылдырылып, комбайн, рулондаушы техника мен шөп тасымалдайтын арнайы көліктер іске кіріскен. Жоспарға сәйкес биыл 140 гектар алқаптан орта есеппен 20 центнер өнім алу көзделіпті. Дей тұрғанмен науқанның қарқыны мен өнім сапасына ауа райы тікелей әсер етеді дейді шаруа. Биылғы жылғы науқан өте жоғары деңгейде, алдыңғы жылмен салыстырғанда биыл ауа райы да барлығы жақсы болып тұр. Дәл осы тұрған алқабымыз 140 гектар. Бұл жерде арпа астық ретінде еккен болатымыз. Қазір комбайнымыз жүріп өтті. Қазіргі таңда бізде науқан, егіс алқабын жинап жатырмыз. Күн жаңбыр жаумай, осы бір апта болды. Ауа райы өте жақсы болып тұр. Мінекей осы 140 гектар полямызды толықтай жинап бітіріп қалдық. Қазір жиналған шөп оралып, арнайы техника мен тапсырыс берушілерге тасымалданып жатыр екен. Шаруалардың айтуынша, қысқа жеткілікті мал азығын дайындау науқанның басты міндеті. Егер күн райы қолайлы болып тұрса, жоспарланған жұмыс белгіленген мерзімде толық аяқталмақ. Кенен ауылдық округі бойынша шөп шабу және де астық ору науқаны бойынша жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Шаруашылықтар қажетті техникамен қамтамасыз етілген. Басты мақсат қысқы кезеңге мал азығын жеткілікті көлемде дайындап, науқанды белгіленген мерзімде аяқтау. Бұл жұмыс тұрақты бақылауда. Қыстың қамын жазда жасаған шаруа ғана ақ қар көк мұзда алаңсыз отырады. Сондықтан аудан диқандары уақытпен санаспай еңбек етіп, мал азығы қорын молайтуға жан-жақты күш салып жатыр. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.